Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгін біз металлургиялық үрдістердің физика-химиясы пәні бойынша 9-шы дәрісті қараймыз. Дәрістің тақырыбы ерітінділер термодинамикасы. Бұл дәрісте сұйытылған ерітінділердің термодинамикасы, еріген зат заңы Генри заңы, еріткіш заңы Рауль заңы, Рауль заңының салдары, таралу заңы, осмостық заңдар қарастырылған. Сұйытылған ерітінділердің термодинамикасы жоспар бойынша еріген зат заңы, еріткіш заңы, Рауль заңының салдары, таралу заңы, осмостық заңдар. Сұйытылған ерітінділер термодинамикасы тәжірибе жүзінде пайдаланылатын ерітінділер нақты ерітінділер болып табылады. Компоненттердің табиғаты ерітінділер болатын жағдайда және көптеген қоспалар болуы нақты ерітінділердің қасиеттеріне әсер етеді. Компоненттер табиғатына қарай ерітінділер түзілу үрдісі энергетикалық және физика-химиялық өзгерістермен қосталады. Сондықтан әрбір нақты ерітінді үшін сапалық және сандық талдау жүргізумен қатар ерітінділер қасиеттерінің физика-химиялық зерттеулерін жүргізу қажет. Ерітінділер зерттеу үрдісін ықшамдау үшін идеалды ерітінді түсінігін енгізеді. Идеалды ерітінділер деп түзілген кезде энергетикалық өзгерістер мен көлемінің өзгерісі байқалмайтын ерітінділерді айтамыз. Сонымен идеалдық шарттары келесі: дельта H тең нөлге, дельта V тең нөлге қоспарлар ескерілмейді. Идеалды ерітінділердің екі түрін айырады: шексіз сұйытылған, кемелденген. Шексіз сұйытылған деп еріткіштің концентрациясы 1-ге, ал еріген заттың концентрациясы 0-ге ұмтылған ерітінділерді айтамыз. Сұйытылған ерітінділер шарттары: идеал шарттар N1 ұмтылады 1-ге, N2 ұмтылады 0-ге. Ерітінділер көп компонентті жүйе болғандықтан, сұйытылған ерітінділер термодинамикасында толық ерітіндінің термодинамикасы, ерітінді компоненттерінің термодинамикасы қарастырылады. Тұтас алғандағы ерітінді термодинамикасы міне идеалдық шартты кезінде және 0-ден көп кезде барлық заңдылықтар екі компонентті жүйелер үшін шығарылады. Бұнда бірінші қосылғыш еріткіш молекулаларының еріген зат молекулаларының айналасында бағытта болуын анықтайды. Қосылғыш еріткіш көлемінде еріген зат молекулаларының тарауын анықтайды. Қорытынды: сұйытылған ерітіндінің түзілуі энтропия артуы мен гибс энергиясының кемуі арқылы өздігінен жүреді. Сұйытылған ерітінділер компоненттерінің термодинамикасы 1 индексімен еріткіш, 2 индексімен еріген зат белгіленеді. Екі компонентті ерітіндінің термодинамикасын талдаймыз. Дельта H2 тең дельта H стандарт жағдайдағы екі еріген зат энергиясының үлесі мен компоненттер энергиясымен анықталады. Екінші уже энтропия арқылы. Льюис анықтамасы бойынша ерітінділер дельта S, ерітіндінің дельта S дейміз, энтропияның өзгерісі бойынша дербес туындыларын аламыз. Сонымен сұйытылған ерітінді түзілген де компоненттің еру энтропиясы артуы мен компоненттің химиялық потенциалы кемуі арқылы жүреді. Еріген зат заңы Генри заңы дейміз. Сұйытылған ерітінділерде компоненттер мөлшерінің қатты үлкен айырмашылығына байланысты еріткіштер мен еріген заттар әртүрлі заңдарға бағынады. Еріген зат заңы Генри заңы сұйықтықтарда газдардың ерігіштігін зерттеу кезінде шығарылған. Еріген заттың концентрациясы оның еріткіш үстінде қысымына тура пропорционал. Бұнда Генри константасы берілген температурадағы ерігіштігі. Генри константасы Г әрпімен белгіленеді. Ерігіштік бұл қаныққан ерітіндінің концентрациясы.
Қаныққан ерітінді деп еріген зат ерігіштен тепе-тең болған жағдайдағы концентрациясы шекті екенін ерітінді айтады. Еріген заттың қысымы оның концентрациясына пропорционалды. Бұдан 3-4 формула шығады. Әртүрлі еріткіштерде газдардың ерігіштігі еріткіштің тығыздығына тәуелді. Тығыз еріткіштерде, мысалы органикалық майлар металл балқымаларында еру үрдісінің алдында диссоциация үрдісі жүреді. Сонда Сиверц берген тұжырымдамада Генри заңы тығыз сұйықтықтардағы концентрациясы бар бір түбір астынан алынған парциалды қысым пропорционалды болып келеді. 5-6 формуладан кейін ерігіштік мына формула шығады. Ерігіштікке басқа қоспалардың болуы үлкен әсер етеді. Өйткені олар негізгі компоненттің ерігіштігін азайтады. Еріткіштік заңы, Рауль заңы дейміз. Сұйықтық пен бу арасында тепе-теңдік кезінде уақыт бірлігіне буланатын молекулалар мөлшері конденсацияланатын молекулалар санына тең болады. Егер ұшқыш сұйықтықта кейбір заттар шамалы мөлшерден ерітсек, онда еріткіш молекулаларының концентрациясы азаяды. Осыған сәйкес буланатын молекулалардың мөлшері, яғни қаныққан будың қысымы азаяды. Бұл қысым әдетте мөлдік үлес арқылы көрсетілетін ерітіндідегі еріткіш мөлшеріне пропорционалды болады. Бинардық ерітіндіде осындай формулалар шығады. Бұл жерде N1, N2 сәйкес еріткіш пен еріген заттың мөлдік үлестері, ал N1 менен N2 сәйкес ерігіш пен еріген заттың моль сандары. Раульдің бірінші заңы еріткіштің ерітінді үстіндегі қаныққан бу қысымы оның ерітіндідегі мольдік үлесіне тура пропорционалды. Бұнда P стандарт жағдайдағы таза еріткіш бу қимасы. Раульдің екінші заңы тұрақты температурада ерітінді үстіндегі еріткіштің қаныққан бу қысымының біршама төмендеуі еріген заттың мольдік үлесіне тең. Екі компонентті жүйе үшін N1, P1, N2-ның орнына P1, P2-ді қойып, Раульдің екінші заңының формуласын шығарамыз. Бұнда P1, P2 қысымның абсолютті өзгеруі, қысымның бұл жерде біршама өзгеруі. Ерітінді үстіндегі еріткіштің қаныққан бұл қысым біршама өзгеруі еріткіштің еріген заттың табиғатына тәуелді емес, ол тек еріген заттың мөлшеріменен анықталатын Раульдің екінші заңының теңдеуінен шығады. Рауль заңының салдары. Рауль заңынан тәжірибе жүзінде кең қолданылып екі маңызды салдар шығады. Таза еріткішке қарағанда ерітінді тым төмен температурада қатады және тым жоғары температурада қайнайды. Рауль заңының салдары. Бірінші салдар. Ерітіндінің қату температурасын төмендеуі ерітіндінің малялдығына пропорционалды. Криоскопиялық тұрақтысы деп малялдық бірге тең болғандағы қату температурасының төмендеуі тең шаманы айтады. Бұл тепе-теңдік константасы арқылы шығады. Екінші салдар. Ерітіндінің қайнау температурасының жоғарылауы ерітіндінің малялдығына пропорционалды болып келеді. Эболоскопиялық тұрақтысы деп малялдық бірге тең болған жағдайда қайнау температурасының жоғарылануына тең шаманы айтамыз. Бұл жерде эболоскопиялық тұрақтысы. Бұл жерде криоскопиялық тұрақтысы. Бұндағы эболоскопиялық және бұл жерде мөлшер дұрыс. Еріткіштің қатудың меншікті жылуы, еріткіш қайнаудың меншікті жылуы. Қату мен қайнау жылуын лямбда дейміз. Криоскопиялық және эболоскопиялық константалар арқылы еріген заттардың молекулалық массаларын есептеуге болады. Және екінші және үшінші формулалардың тіркесі еріген заттың молекулаларының массасын есептеуге мүмкіндік береді. Бұндағы G1 менен G2 еріткіш пен еріген заттың нақты мөлшері. Ерітіндінің қату температурасының төмендеуі бойынша еріген заттың молекулалық салмағын анықтау криоскопиялық әдіс, ал қайнау температурасын жоғарылау эболоскопиялық әдіс деп аталады.
қорытынды бойынша ерітіндінің қату температурасының төмендеуі және қайнау температурының жоғарылауы еріген заттың табиғатына тәуелсіз, ол тек қана еріген заттың бөлшектерінің мөлшеріне тәуелді. Таралу заңы. Таралу заңы химиялық өндірісінің тағам өнеркәсібін және басқа ерітінділер қоспасынан еріген заттың шығарып алуға негізделген барлық өндірістегі негізгі технологиялық заңы болып табылады. Таралу заңының анықтамасы: екі өзара араласпайтын еріткіштегі еріген зат концентрациясының қатынасы тұрақты температурада тұрақты шама болып табылады. Таралу заңының жазылуы жалпы түрде бұндағы еріткіштердің түрлері таралу константасының үрдісінің шын тепе-теңдік константасына табылады. Сондықтан таралу константасы температураға тәуелді болады. Таралу заңының маңыздылығы: табиғатта әртүрлі заттардың негізгі массасы ерітінділер түрінде немесе механикалық қоспа түрінде кездеседі. Сондықтан құнды құраушылар шығарып алу технологиялық үрдістердің негізгі мақсаты болып табылады. Бөлім алу процесі таралу заңында негізделген. Ерітіндіден бірінші ерітіндімен араласпайтын басқа еріткіш қосу арқылы еріген заттың үрдісі экстрагерлеу немесе экстракция деп аталады. Барлық мәліметті бақылау сұрақтарымен бекітеміз және қосымша мәліметті әдебиеттер тізімінен аламыз. Уақыт бөліп тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.